Ассалаумағалейкум, құрметті жазушылар. Менің есімім Қуат Көбенов. Яғни бүгін сұхбатта қазақ тіліндегі, яғни қазақ казнеттегі ең белгілі админдердің бірі бізге қонаққа келіп отыр. Яғни сонымен сұхбаттасамыз. Жалпы қазақ тіліндегі ең үлкен парақшаларының админі сол жігіт қазір бізге өздерінің сұрақтарына, біздің сұрақтарға жауап береді. Жалпы есімің кім болады? Өзің туралы айта кетсең. Есімім Олжас Шадыраев болады. Ақтөбе қаласының тумасымын. Ақтөбе болғанда Ақтөбе облысы Қандыағаш қаласының тумасымын. Сонау 2014 жылдан бастап ВК желісінде жұмыс жасап келе жатырмын. Қазір ВК-да біраз аудиториялар бар, Инстаграмда аудиторияларымыз бар. Солар арқылы көптеген заттар сату арқылы көптеген жетістіктерге жеттік. Жалпы сен өзің да қазіргі таңда, мысалы Инстаграмда, ВКонтакте парақшаларында қанша миллион, яғни аудитория бар өзіңде? Мен естуім бойынша біраз миллион, яғни парақшаның админ екенсің. Менде ВК желісінде миллион аудитория бар қазіргі таңда. Ал Инстаграмда 3 миллион аудитория бар деп айтуға болады. Яғни 3 миллион жазушы да, сонда общий. Жалпы осы Инстаграм, ВКонтакте парақшалардың болашағы қандай қазір? Қазіргі Инстаграмның болашағы жақсы сияқты ВК-ға қарағанда. Өйткені ВК-дан көптеген адамдар Инстаграмға қарай өтіп жатыр. ВК-ның ұзаққа бармайды ВК. Соған байланысты мысалға ВК-да қазіргі енді болашағы жоқ деген, неге ол ондай жаңағыдай стереотип дейді ғой енді, неге ондай стереотип қалыптасқан? ВК-да болашақ жоқ деген, ВКонтакте желісінде да. Өйткені ВК-ның администраторлары көптеген ережелер шығарды, ояқтан админдерге қарама-қарсы ережелер шығарды да, ВК-дағы админ болып жұмыс істейтін барлық адамдар Инстаграмға қарай көшіп жатыр. Отқан админдердің арқасында ғой, сол админдер Инстаграмға көшіп жатқасын, ВК-да тек андай простой ВК желісін қолданушылар ғана кіреді. Олар енді ВК-да группалар болмайтын болса, оларға да қызық емес болып қалады жақын арада. Жалпы айтқанда қазақ тіліндегі админдер осы қазақша ВКонтакте, яғни ВКонтакте версиясын ұстап тұр деп ойлайсыз ғой да? Иә, админдердің арқасында Қазақстанның ВК желісі осы қалпында тұрғаны. Жалпы Олжас, сен өзіңнің қазіргі Инстаграмда, ВКонтактеден қанша табасың айына? Шамай, орта есеппен, егер де коммерциялық құпия болмаса ол. Орта есеппен айтқанда айына 800 миллион табыс. Мінекей 800, яғни миллион теңге айына тауып отыр екен. Ал көптеген адамдар, мысалға, мен де жалпы өзімнің парақшаларым бар, ВКонтактеде, Инстаграмда айтып жатады да, личкеге жазып жатады. Ой, интернет арқылы табыстау мүмкін емес, интернеттен қалай ақша табады, тіптен мынандай да сұрақтар келіп жатады. Компьютердің қай жерінен ақша алады деген секілді осындай сұрақтар қойып жатады. Осындай да қызықты тағы да мемге айналдыруға болады, яғни мем деген, яғни интернет әзілдерге айналдыруға болады сол сөздерді, бірақ ондайға біз әлі жеткен жоқпыз. Жалпы Инстаграм арқылы да, Олжас, қазір сен жалпы өзіңе болашаққа жол аштың да, не алдың жалпы Инстаграм арқылы, ВКонтакте арқылы, осы админ болып жүріп, не алдың жалпы өзіңе, соны айта кетсең? Инстаграм, ВК арқылы көптеген нәрселер алдым деп айтуға да болады. Ақтөбе қаласынан 3 бөлмелі үй алдым. 3 бөлмелі үй, яғни қазір сұраймыз, енді бағасы қанша, яғни оның жалпы суммасы қанша болады? Егер коммерциялық құпия болмаса, оның қанша қалдың осы үйді, 3 бөлмелік үйді? Оның бағасы 14 миллион. 14 миллион осы әлеуметтік желі арқылы. Мінекей, көрдіңіздер, 14 миллион теңгеге квартира алған да. Жұрттар мысалға Жилстрой, Сбербанкта басқа адамдар, жұрттар демей қойын, басқа адамдар Жилстрой, Сбербанктан очередьке тұрып, жалпы өздерін депозитке жинап, ондаған жылдар бойы жинап, осылай не істеп алып жатыр. Ал Олжас, мінекей, өздеріңізде
бар компьютермен, яғни өздеріңіздің бар алдарыңызда ноутбукпен және де ұялы телефоннан, яғни осындай 14 миллион теңгеге осындай пәтер алып отыр. Яғни Инстаграм және ВКонтакте арқылы, яғни парақшаларды басқару арқылы. Және де тағы да бір сұрақ қояйық, Олжастың қазір автокөлік жайлы сұрақ қояйық. Мен білем, админдердің жақсы автокөлік мінетін, өйткені көптеген таныстарым, көптеген осы админдер арасында осындай бір жақсы бір тенденция қалыптасқан, яғни автокөлік алу. Автокөлік. Сенде қандай автокөлік алдың және суммасын айтсаң, егер де коммерциялық құпия болмаса бұл да. Құпия емес. Hyundai Accent деген автокөлігім бар. Оның бағасы 3 миллион тұрады. 3 миллион қалдым қолдан. Көрдіңіздер, 3 миллион теңгеге, яғни ешқандай да несиеге емес, кредитке де емес, ешқандай да қарызға емес, ешқандай да неде емес. Осындай админ бола тұра, яғни админ парақшасы бола тұра, осындай яғни машина алып отыр, яғни машинаны осындай Инстаграм парақшаларына алып отыр. Ендігі тағы да бір сұрақ, белгілі бір проекттерін сұрап кетейік. Олжастың қандай Инстаграмда және ВКонтактеде қандай проекттер бар екен, яғни жобалар. Олжас, сенің қандай жобаң бар, ең өзің мақтан тұтатын, яғни өзің бетке алар, яғни үлгілі бір жобаң бар ма осы тұрғанда Инстаграмда, ВКонтакте? Мен білуімше көптеген админдер бір пайдасыз парақшаларды басқарып, сол арқылы пайда тауып отыр. Ал Олжаста мен білуімше ол пайдалы парақшалар бар деп ойлаймын. Қандай жобаны сен өзіңде пайдалы деп айтасың? Яғни халыққа пайдасы бар, яғни бетке ұстар, үлгі болатындай. Ондай парақшалар бар, бірақ оның аттарын айтпай ақ қояйын. Коммерциялық құпия дейді. Коммерциялық құпия, оны бірақ соны басқарсам, соны дамытсам, ол болашақта жақсы пайда келетініне сенемін. Жақсы пайда, яғни көптеген админдер, яғни көптеген админ парақша, яғни әкімдер деп айтады. Біздің тілімізше, яғни админдер, яғни осындай парақшаларын, өздерінің парақшаларын жасырады. Мен де жасырам, бірнеше проекттерім бар, мысалы жасыратындай, но бірақ осылай айтуға тура келеді. Яғни коммерциялық құпия деп айтады оны. Жалпы интернет арқылы табыс табу қазіргі таңда ешқандай да аңыз емес, ешқандай да миф емес. Осы Инстаграм арқылы, яғни ВКонтакте парақшалар арқылы өте көптеген жобалар ашуға болады. Оған мысалға біздің Олжас, яғни бізге келіп отырған соң, Олжас бізге үлгі. Яғни Олжастан тағы да бір сұрақ қояйық. Қандай парақшалар, яғни Инстаграмда, ВКонтакте қандай парақшалар жүргізген дұрыс? Сол туралы сұрақты қояйық. Инстаграм әлеуметтік желісінде қазақша контент жүргізген дұрыс. Қазақша контент өйткені аз болғанда олардың сапа жағынан аз сапалы топтары. Сол сапалы қазақша контент дамытқан дұрыс. Яғни көрдіңіздер, осы қазақ тіліндегі контентте конкуренция өте аз. Бұларда, яғни қазақ тіліндегі парақшада сіздер парақша ашып, қазақ тіліндегі интернетте, яғни Казнет деп айтады, бізде сол бойынша сіздер парақша ашып дамытуларыңызға болады. Ешқандай да ол жақта конкуренция жоқ. Дәл қазіргі таңда керекті тематикада, яғни керекті тематика, керекті бағытта сіздер ашатын болсаңыздар, тез дамиды деген ойдамыз. Жалпы Олжас қазіргі таңда интернет арқылы да осындай парақша ашып, интернет арқылы табыс тапқысы келетін адамдарға қандай тілектеріңіз бар? Енді бастап келе жатқанға өзіңнің опытыңнан, өзіңнің яғни тәжірибеңнен қандай бір кеңес бере аласың осы жаңадан бастап келе жатқан админдерге, яғни интернет арқылы табыс тапқысы келетіндерге? Табыс тапқысы келетін адамдарға Қуаттың курсын қараңдар деп айтамын. Ешқандай да бұл жерде жарнама емес. Ешқандай жарнама емес, жарнама сұраған жоқ, Олжас, дұрыс ба? Ешқандай жарнама сұраған жоқ Олжастан, өзі айтты. Жалпы осы менің жалпы кеңесім осы интернет, яғни парақша дамытып жатқан админдерге, осы жаңадан бастап келе жатқан админдерге, яғни айтатыным, ол ешқашан берілмеу, яғни пайдалы ақпараттар ғана беру, пайдалы әрі сапалы, ешкімнен көшірмеу, ешкімнен ұрламау. Жалпы содан кейін уже сіздер берілмеу керексіздер. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды деп жариялаймыз. Яғни менің ең алғашқы сұхбатым, егерде бір минустар болып жатса, нелер болып жатса, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде мен жөндеймін.
сау болыңыздар достар, келесі кездескенше.